Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға, менің арныма қош келдіңіздер қыздар. Бүгін осындай көріп тұрғандарыңыздай ерекше, өте дәмді үй жағдайында бельгиялық шоколадтан плиточный шоколад жасаймыз. Өте дәмді болып шығады, және де сыйлыққа да өте керемет. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай шоколадты глазурды ыстық суда ертіп аламыз. Ыстық суға қойып қоямыз, бір 5-10 минутқа ол ериді. Немесе глазурдың орнына ақ шоколадты пайдалансаңыздар да болады. Бір ақ шоколадты темперировать ету керек, себебі ол темперировать етпесе еріп кетеді шоколад. Ал глазурды темперировать етіп қажеті жоқ, оны тек ыстық суға салып ертіп құя бересіздер. Мұнда менде силиконды форма, спирт шашып ішін сүртіп алдым. Ақ глазурымыз ерігеннен кейін осылай керек әріптерімізге осылай құйып шығамыз. Маған рахмет деген сөз керек болды, сол әріптерге ғана құйып шықтым. Бұл глазур тез қатады, сондықтан бөлме температурасына да қата береді. Холодильникке де салып қойсаңыздар болады. Мінекей холодильникке салып қоямыз. Және де бізге бельгиялық шоколад керек. Менде мында кондитерлік дүкеннен сатып алынған бельгиялық шоколад бар. Қалғаны осы екен. 100 граммнан кішкене асады, 102 граммдай болады екен. Мен 100 граммдық шоколад жасайтын боламын. Оның 25%, яғни 25 граммын алып қаламыз 100 граммның. Ал қалған шоколадты микроволновкада немесе су банясына ертеміз. Біз шоколадтың температурасын 40-45 градус аралығында жеткізуіміз керек. Микроволновкаға салғанда әлсін 15 секунд немесе 20 секунд сайын алып отырып, осылай былғап отыру керек. Ерімей жатса да былғай беру керек, себебі шоколадтарымыз күйіп кетуі мүмкін, немесе көп пісіп кетуі мүмкін. Мінекей әлсін алып, осылай микроволновкадан алып отырып, осылай пирометрмен өлшейміз температурасы. Пирометр болмаса, жаңағы пищевой термометр деген болады, иглчатый деген, сондайды қолдансаңыздар болады. Олар кондитерлік дүкенде сатады, ал пирометр аптекада сатады. Жаңа біздің 40 градус болды ғой, 40 градус болғаннан кейін біз енді микроволновкаға салмаймыз. Сол 40 градусты алып, үстіне жаңа біздің алып қалған шоколадымызды сала отырып, шоколадтың температурасын 29-30 градусқа дейін жеткіземіз. 29-30 градусқа дейін жеткіземіз. Содан кейін біздің шоколадымыз дайын болады. Мінекей менде уже шоколад салған сайын, араластырған сайын шоколадымның температурасы түсіп жатыр, 35 градус болды. Ішіне салған сайын жаңа біздің бұлға отырып, жаңа капель шоколадтарымызды ертіп аламыз. Мінекей барлығын бір салып жүрмеңіздер, кішкене аздан салып осылай ертіп аласыздар. Бұл шоколадты калитый әдісі деп аталады, темперировать етудің калитый әдісі, және де бұның бір басқа қиындауды әдісі бар. Ол үшін жаңа арнайы тас керек. Бізде әрине тас жоқ, сондықтан осылай калитый әдісімен темперировать етеміз. Темперировать ету ол деген шоколадтың ерімеу үшін қажет. Темперировать етпесек, біздің шоколадымыз қолымызда еріп, формадан шықпай қалады, қолымызды ұстаған бойда еріп кететін болады. Мінекей біздер жаңағы кондитерлік мешокқа салып аламыз. Жақсылап ыдысыңызды ешқандай шоколад қалып қоймасын, жақсылап алып алыңыздар. Менде осындай екі түрлі формалар бар. Біреуі осындай силиконды, біреуі пластик форма. Силиконды формаға да жақсы шығады. Бұны алдын ала формаларыңызды спирт шашып сүртіп алыңыздар. Біздің шоколадтарымыз жылтыр, әдемі болып шығу үшін. Шоколадымызды құямыз 5 мл деп, мінекей құйып жатырмыз. Жақсылап құйғаннан кейін оны сілкіп жібереміз, себебі ішіндегі ауасы шығу керек, және біркелкі болып жайылуы қажет. Ауа қалып қойса, біздің шоколадтарымыз тесік болып қалады беткі жағы, сондықтан жақсылап соғыңыздар, сілкіңіздер. Мінекей барлығын құямыз, жақсылап тағы да соғып жібереміз барынша. Мінекей біздің букваларымыз, әріптеріміз де дайын болып қалды. Оларды осылай алып аламыз. Формадан оңай түседі, ешқандай жабыспай. Мінекей оңай түседі. Біздің шоколадымыз қатпай тұрып, оның үстіне әріптерді салып шығуымыз керек, себебі жақсы темперировать етсеңіз шоколадыңыз сразу қата бастайды формаға құйғаннан кейін. Сондықтан тезде әріптерді қойып шығамыз. Осылай қалауыңызша орешки, немесе сублимированный ягоды, кокосовая стружка сепсеңіздер болады. Мұнда менде грецкий орех, сублимированный малина бар. Және де кішкене ғана кондитерлік осындай моншақтардан салып жібердім. Өте әдемі көрінеді. Мінекей менің уже шоколадым қатып жатыр, қараңыздар. Екі жағы уже шығып қатып жатыр, бірақ сонда да холодильникке салып аламыз. Жарты сағатта сіздің шоколадтарыңыз дайын болады уже. Мінекей холодильникке салып алдым. Міне холодильниктен шығардым. Көріп тұрғандарыңызда шоколадым жақсы темперировать етілген, уже осылай өзімен өзі алынып жатыр формадан. Спокойно түседі, оңай түседі формадан. Мінекей жақсы темперировать етілген шоколад осылай формадан жабыспай
өзі түседі. Міне осындай әдемі бізде шоколад шықты. Жасалу жолы өте оңай, және де қолыңызда ингредиенттеріңіз болса, любой уақытта жасап, жаңа сыйлыққа сыйласаңыздар болады. Бұл шоколад менде сыйлыққа. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.